бірнеше кітабын жазған. Өзі сау басын саудалап, бүкіл жерін, байлығын кедейлерге бөліп берген Толстойдың әңгімесін айтқым келеді. Сенің егер бір жерің ауырып тұрса, оған да қатты өкпелеме. Сен бір жерің ауырса, тірі екеніңді білесің. Ал егер басқа адамдар үшін жаның ауырып, жаның ашитын болса, онда адам екеніңді білесің дейді. Осы қасиеттер сенде болса, онда сен жақсы адамсың дейді. Сол сияқты маған діндар екеніңді оны айтып, діндарлығыңды көрсете бермей, сол дінде не айтылған, соны қандай құрметпен жасап жүрсің, дінде не айтылған, соны ісіңмен көрсет дейді. Дәл сол сияқты қазір бізде діннің жарнамасымен айналысып кетті адамдар. Ислам жарнамаға бір мұқтаж дін емес. Және біздің пайғамбарымыз, кітабымыз Құранда жарнамаға мұқтаж емес. Тек сол кітапта не жазылды, пайғамбарымыз не айтты, соны ісіңмен көрсет. Көршіңмен жақсы көрші бол, бауырыңмен жақсы бауыр бол, туысқаныңмен жақсы туысқан бол, саудада әділ бол, ғылымда терең бол, білімде жомарт бол. Тағы осындай нәрселердің барлығы айтылған. Соны өн бойыңды өткіз, қолынан келгенше жаса. Дін қарындасы бауырың, оған қандай сенің шыдамдылығың, алдыңда отырып үйреніп жатқан шәкіртіңе қандай байсалдылығың, сабырлығың. Міне осыларды көрсету арқылы сен өзіңнің дініңді көрсетесің. Ал енді сақалды қойып алып, қолыңа дәудәсіп ұстап, мен діндармын, діннің жолына түстім, міне енді намаз оқимын, әлхамдулилля деп жүріп, бірақ сабырсыз болсаң, шыдамсыз болсаң, қолың тар болса, сараң болсаң, ағайынға жұғымың жоқ, бауырыңа жаның ашымайтын, әкеңнен именбейтін, ағасын тыңдамайтын, ата-анасына мейірімсіз, балдарына шапағатсыз, сенің мұсылман болғаныңнан болмаған жақсы. Сол баяғы Толстойдың айтқанына, Абайдың айтқанына, Шәкәрімнің айтқанына айналып келеміз. Сен ісіңмен көрсет. Біздің дінде осы іспен көрсету көп жетіспейді. Ислам дінін ұстанған адамның жақсы болатын жұрт, айнала, көрші, қоғам сезіну керек. Сондай жақсы екеніңді көріп тұрып, сенің дініңнен, өзіңнен қоғам қауіптенбесе, онда сен шын діннің жанашырысың.